Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен дәмі ерекше қазіргі кезде хит болып жатқан маклюбе тағамын ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен 800 грамм немесе 1 килограмм етімізді ұсақтап турап, май қоспай құрғақ қазанға қатты отта етімізді қуырамыз. Мендегі ет тұздалған, егер сіздің етіңіз тұздалмаған болса, үстіне сәл ғана тұз салыңыз. Етіміз қуырылғаннан кейін бетін жауып, ең төменгі отқа қоямыз. Су құймаймыз етке, еттің өзінің суымен 1 сағатта етіміз жұмсақ болып пісіп шығады. Одан кейін 2 дана сәбізімізді осылай домалақ қылып турап аламыз да, қызып тұрған майға 2 жағын аудара отырып қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін 5 дана картопты осылай домалақтап турап аламыз. Оны да қызып тұрған майда 2 жағын аудара отырып қуырамыз. Картоп пен сәбіздің әркімде көлемі әртүрлі болғандықтан өзіңізге қажетті мөлшерде қосыңыз. Картоп пен сәбізді қуырған майымыздан 1 ожау майды табамызға құйып аламыз да, оған 800 грамм күрішімізді тұз сеуіп араластыра отырып қуырамыз. Күрішіміз табаға жабысып қалмауы керек, сол үшін үнемі араластырып отырыңыз. Күрішіміз бір-бірімен жақсы бірігуі керек. 2 штук пиязымызды турап, құрғақ қазанға орналастырамыз. Бұл біздің етіміздің қазанға жабысып қалмауынан қорғайды. Піскен етімізді осы пияздың үстіне орналастырамыз. Одан кейін сәбізімізді салып, үстіне шым-шым тұз саламыз. Картопты орналастырамыз. Оның да үстіне тұз себеміз. Барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп салып, орналастырыңыздар. Ең соңынан күрішті салып, үстіне қайнаған су құямыз. Суымыз күріштен 2 см асып тұруы керек. Яғни біз палауды қалай пісіреміз, тура сол сияқты күрішімізді де солай пісіреміз. Астын қатты отқа қойып, бетін жаппай, күріштің суы тартылғанша күтеміз. Суы тартылғаннан кейін бетін жауып, ең төменгі отқа 30-40 минутқа қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін күрішіміздің бетін ашып, яғни үстіңгі күріштер толық пісуі үшін күріштің бетін аударамыз. Одан кейін әрі қарата күрішіміз өзінің буымен пісіп шығады. Күрішіміз пісемін дегенше осы тағамға қосатын салатты дайындаймыз. Яғни қияр мен қызанақты 4 бұрышты етіп турап, тұзбен араластырып қоямыз. Тағамымыз дайын болды. Тағамға салатты орналастырамыз. 2 жағына салаттарды қоямыз. Салаттардың арасын ашып, ортасына айран құятындай мөлшерде қалдырамыз. Айранымызды құямыз. Асымыз дайын болды. Ас болсын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.